Сөздің ашық. Балдар мектепте, бірақ біз білмейміз. Қазір білім бір 2 жыл сайын ауысып жатыр ғой. Ол да дұрыс, балдарымыз білімді болып жатырған. Бірақ біз қалып қойып тұрық қой. Біз советский школамен қалып қойғанбыз ғой. Баяғыда бір әке-шешеміздің кітабы қандай еді, біздің де кітабымыз сондай еді ғой. 4 алмаға қосқанда 8 алма, 8 алмаға бірдеңе алма деген. Қазір ондай жоқ қазіргі балдар. Қазіргі балдар деген бөлек сабақтар, түсінбейсің. Балаң мектептен келсе, сұрайсың, сабағында оқырсың бе? Иә десе, десін. Ары қарай сұрауға духың жоқ. Дух жоқ ары қарай сұрауға, өйткені білмейсің. Ары қарай әкел тексерейін ал айтшы дейін десең, жоқ, білмейсің ғой, өзің білмегеннен кейін баладан деп сұрайсың. Қазіргі балдар байқайсыздар ма? Еркін өскен, е? Қазір 3-ші бала, 2-ші бала, 5-ші бала деген жоқ. Қазір әр бала бір үйдің үлкені сияқты көрінеді өздері. Бұрын бірінен қалған бірін кимейді, бірінен қалған бірін жемейді. Қазір мен 4-ші баласың ғой, сен баяғыда мен үйде 3-ші болдым, сен ортасыншы болып, сен ана үлкенді сыйла, кіші сыйла деген жоқ дейді, жоқ. Я виноват, что ли, 3-ші болып туылғаныма деп отырады. Қазіргі балдар по закону жүреді, әрқайсының өз еркі. Мектепке барғанда ашық сабақтар болады ғой. Сол кезде барсам мен жақында бір балдарым сабағына барсам, қазіргі балдар мұғалімнің миын ашып жібереді екен ғой қазір. Бірдеңе сұрап қалып еді. Можно мен айтам деп. Айтпаған, сұрамаған баладан жылайды да көреді, менен сұрамады деп. Қазір еркін балдар өздерінің ойларын айтып, технология бірдеңелер сөйледі. Баяғыда біздің кезімізде вообще бізді қозғалтпайды, бүйтіп отырғызбайды. Қазір школдың ішінде, класстың ішінде жүреді, әрі-бері спокойно кіріп шығып жүре береді. Бізді бүйтіп отырғызбайды. Бізде кім айтады дегенде біз ішімізден, мені сұрамаса екен. Мені ұмытып кетсе екен деп. Ешкім айтпай ма? Онда алфавит бойынша дейді. Мен фамилиям Қабатов қой, ортасында аяқ жағын тұрады. Маған перен болса екен деп. Ана басындағылар дайындалып кетіп, дірілдеп отырады. А деген басталатындар ғой фамилиялары, Б деп басталатындар жаңағы. Қазіргі балдар бөлек бар. Жақында қызым келіп тұр. Қазір балдар орысша сөйлейді ғой, жастардың ештеңе жоқ. Бір 12-13 жастан төмен қарай орысша сөйлейді ғой. YouTube бүкіл каналдың бәрі. Қазір әжелеріміздің өздерінің үйдің ішінде қоспайды. Синий трактор қоспайды, синий трактор. Папалям, синий трактор едет нан деп. Әжеміздің өзі сұрақ қойды, кто там деп жағды. Свинья, все правильно деп отырады. Қазір балдар шынымен орысша сөйлейді, әке-шешесі қазақ сөйлейді, бала орысша сөйлейді. Бала как таңертең Россияға кетіп, кешке қайтып кететін сияқты. Бір күн қызым келіп тұр, мен сабағын сұрап қойдым. Пап, помоги дейді. Что случилось с этим? Математика. 7-ші класс. 3-ші, 4-ші класстың баласын сабағын білмейді. Не то 7-ші класс. Енді түрі бермейсің ғой енді. Бастарыңызда өткен шығар, иә? Түрі бермейсің ғой. Что там? Ну, что ты у меня спрашиваешь? Неге менен сұрап жүрсің? Сен мектепте оқып отқан жоқсың өзің. Менен сұрайтын болсаң, үйде отыр, өзім оқытайын. Қызықсыңдар есіңдер. Қазір возможность көп қой, интернеттен қараңдар, не қылыңдар, что ты у меня спрашиваешь? Онда менен сұрасаң, үйде отыр, өзім оқытайын. Сендер мектепке бере жатқан жоқпыз ба? Давайте оқыңдар. Бізде ешкімнен сұраған жоқпыз, өзіміз оқыдық. Странный вообще, давайте, учитесь, давайте правильно. Жылдың аяғын тапсырмай қалып жүрмеңдер әйтеуір. Давайте, дайындал, оқы. Мен саған айтсам қазір, онда сен, какая разница, біліп қойсам, сен үйренуің керексің өзің. Сен білуің керексің өзің. А так я знаю, деп қоясың. Білмеймін деп айтсаң, бітті ғой, позор ғой, бітті ғой. Менің сабағымды білмейді, но маған ақыл айтады дейді ғой іштерінен. Қазір біз өзімізден де бар, өзімізде телефон қарып кеттік қой, баланы айтпай ақ қой. Ұйқы айткенше телефон қарап жатасың. Ана бетіңе түсіп кеткен кезде оянып кетесің де. Ары қарай көре бересің ғой, іште бар ғой. Ұйықтап қалу жоқ қой. Таңертең көзің ісіп, ұйқың қанбай, целый день жұмыста тек не настроение жоқ, түнімен ұйықтамаған. Сонда таңертең тұрып, түнімен не қарағанды білмейсің, ұмытып қаласың уже. Баяғыда деймін де, қонаққа барғанда төрге шығатын едік қой, сол самый авторитетный жерлер. Қазір қай үйге барсаң да, розетка қай жерде тұрады, сол жерге отырып аласың. Қай жерде розетка, сол жерде вип-орын қазір. Біз өзімізде балаларды шаршатып жібереміз, ардақты ағайын. Ана телефонда отырмасын, үйде отырмасын, босқа тек телевизор қарамасын, көзін құртады. Аламызда бүкіл ана секция, тренировка, қандай не бар, бәріне беріп тастаймыз ғой. Ана бала түске дейін сабақтан келеді, тіл салақтап, одан кейін астына анаған апарасың, анаған бір осы өл, осы бір тілін салақтап, шаршап, кешке талып, телевизор қарай алмайтындай, үйге осындай жағдайда келді. Ана мен бір көршім бар, Беларусь, мен айтайын деп, баласын бірақ қана секцияға берді, футболға берді. Қазақстан құрама командасын футбол командасы ойнап жүр. Біз қазақ білмеймін не екен. Бала үйде отырмасын деп домбыраға береміз, футболға береміз, баскетболға береміз, плаванияға береміз, английскийға береміз, анаған береміз, мынаған береміз. Айналғанда анау да жоқ, мынау да жоқ, мынау да жоқ, анау да жоқ, анау да жоқ, анау да жоқ. Еще бала қарсамыз, тупой ол, тупой. Дым
білмейді бар ғой. Расымен ғой. Дым білмейді деп шығады. Үйге бір қонақтар келіп қалса да домбыра тартшы десең, еще мынандай бастарыңыз өтті ме, бір шетелге барасың ғой демалуға, балаға сеніп английский біледі ғой деп. Но английский оқып жүр ғой деп шетелге барамыз ғой өзімізше. Границаға өткеннен кейін болды ғой, біз енді қазақ тілі он жақта жоқ қой. Қазақ тілі өзі аэропорттан шығарып салады ғой бізді, давай жақсы деп. Сөйтіп жаңағы ана жаққа барған кезде балаң айтасың ғой, мынаған бірдеңе айтшы. Сен английский білесің ғой десең, сонда біздің баланың айтатын ғой, менің английскийім басқа дейді, ал аман бол. Бүкіл әлемнің английский бір дейді, біздің баланікі басқа айтыр. Болды ма бастарыңызда сонда? Сонда баланы шаршатып жібереді екенбіз ғой, өзіміз бар ғой. Көрді бала отырмасын деп, өзіміздің де уақытын алды, баланы да уақытын алды босқа бар ғой. Біз өзіміз былай логикаға салып көру керек те баланы. Баланы бүкіл тренировкаға береміз, айтқаншы. Плаванияға отырады бала, суға түсіп жатқан баланы 1 сағаттан қарасаң домбыра тартып отырады. Домбырадан шығарамыз да английский береміз, одан шығарамыз да күресіп атады уже бар ғой. Кішкене бір-біріне ұқсайтын нелерге берейік та құрсын, бір баланы қинамай. Судан шыққан баланы английскийге апарып тастамай жаңағы. Кішкене кепсін да құрсын бала. Артынан шығып, футболға апарып тастаймыз. Кішкене бір-біріне ұқсайтын, бір күні бір кішкене бір спортивный, екінші күні бір кішкене бір культурный деген сияқты бір. Жоқ, расымен сондай ғой, расписаниялар сондай, қараңыздаршы балдарыңыз. Баладан сұрау керек. Баламен сөйлесу керек бізді. Баладан сұрау керек. Бала, ұлыңа, қызыңа, сен өзің бәше жүрегің нені қалап тұр? Вот такой секциялар бар. Вот 10. Ішінен қайсысын таңдайсың өзің деп. Бала өзі таңдайды ғой енді. Мынауым десе, біз бүйтеміз, мынау десе, қой кет, қайтасың оны? Баланы таңдауын бермейміз де. Не істейсің оны құрсын дейді. Өзіміз ұсынып тұрық. Не істейсің оны дейміз. Баланың өзіне ұнап тұрған шығар деймін де. Ол соның маманы болатын шығар. Болашақ басқа ғой қазір. Біз білмейміз ғой болашақта не күтіп тұрғанын. Балалар біледі, олар көріп жүр ғой. Негізі мына балалар, ұл баланы әсіресе, ер азаматтар көп екенін айтайын. Оказывается, біз уже 5-6 жасқа келіп қалғанда, бала 4-5 жасқа келгенде, оказывается, қасымыздан тастамауымыз керек екен. Ұл бала әкенің қасында жүру керек екен. Мына әкенің қасында жүрген бала ерте есейеді, мен сіздерге айтайын. Оказывается, біз байқамайды екенбіз. Қазір балдар байқасаңыздар, мамасына жақын ғой. Мамасына жақын. 30-ға 40-қа келіп қалса да, папасының телефоны бар, бірақ мамасына звондайды. Өйткені папасы кішкентайынан ерткен жоқ қой. Бұрын тек үйге звондаймыз да, әйелімізге звондаймыз да, бала не істеп жатыр дейміз. Бала өскенде де соны істейді. Папа не істеп жатыр дейді. Бумеранг қайтып келіп жатыр, көрдің бе? Қасымыздан тастамауымыз керек. Біз тек баланы мектепке апарамыз, бір тренировкаға апарамыз, үйге әкеліп тастаймыз, давай жақсы істейміз ғой. Машинада сөйлеспейсің ғой, телефонмен сөйлесіп отырамыз ғой. Ұл баламен сөйлесу керек. Ұл бала өзінің секреттері бар, идеясы бар. Тыңдап көріңіздерші бір уақыт беріп. Кәдімгі өздерінде план бар, негізі оларда бар ғой. Өзің таңғалып қаласың, деп қаласың. Өйткені бала атасына жақын болады ғой. Ұл бала атасы сөйлеседі, бірақ атасында возможность жоқ, 60-та 70-те не істейді оған. Әкеде возможность көп қой, өйткені жас қой, өйткені, көрдіңіздер ме? Сондықтан да ұл баламен сөйлеседі. Төле би атамыз, білесіздер ғой, Төле би атамыз 13 жасында дауын шешкен ғой, дау шешкен. Би болған 13 жас. Әкесі қасынан тастамаған, үлкен әңгімелерге араластырған. Бала 13 жасында дау шешкен. Қазір 13 жастағы балдар дау шешпек түгіл бауын шеше алмайды. Бауын шеше алмайды ғой, жылап отырады, бутсыйын шеше алмайды, футбол ойнап келгеннен кейін аңырап. Көрдіңіздер ме? Қыз балаңды ертіп жүрсеңдер, вообще тақуа боламыз бар ғой. Негізі ұл баланы ертіп жүрсек, біз өзіміз дұрысталамыз ғой. Мынау жерге бармайсың. Қай жер еді деп жатсыздар ғой. Бір достарың звондап қалады, бір пиіп ішіп жатыр десең, баламен жүрмін дейсің ғой, көрдің бе? Бір жерге жүр десең, ұлыммен жүрмін дейсің де, көрдіңіздер ме? Өзіміз дұрысталамыз. Ұл балаларды ертіп жүрсек. Сосын біздің қазақта мындай бар, дұрыс шығар енді, білмеймін, бірақ 4-5 жасқа келіп қалған, тіл шыққан, енді развивать етіп. Япония білесіздер ғой, 5 жастан бастап, 4 жастан бастап бұл балдарды развивать етіп жатыр. Біз 5 жасқа келген балаға не үйретеміз? Бір география үйретейік, білмеймін, бір әлем тарихын үйретейік, бір тіл үйретейік, океания, бір астрономия деген сияқтыларды үйретуге. Біз айтатынымыз мынандай ғой. Ұруың кім? Ең шығып жатқанда, ұруың кім? Ана бала ұруын айтады. Арғын. Оның ішінде кім? Анау. Болдым. Басқа ештеңе сұрамайды. Молодец.